Армысыздар, құрметті достар, Ерлан Ғабата YouTube арнасы. Бүгін бізде қонақта Мәрік Жамбылұлы, әнші. Ұлдардыз Аягөз қайда барасың әнімен танымал болған әнші. Мәке, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Сұхбат беріп, уақытын бөлінгеніңізге алғыс айтамыз. Рахмет. Енді кез келген әнші болсын, өнер адамынан сұрайтынымыз шығармашылыққа қатысты сұрақ. Бірінші өзіңіздің қазіргі таңда шығармашылығыңызға қандай жаңалық бар, не өзгеріс бар деген секілді. Мен Құдай қаласа продюсермен жұмыс жасағым келеді, себебі осы уақытқа дейін өзім жұмыс жасап келе жатырмын. Жеке өзіңіз, иә? Жеке өзім. Енді халық тойға шақырады, әр қалаға концертке шақырады. Ол енді Аягөзден кейін солай шақыртулар көп болып бастады. Құдай қаласа енді продюсермен, бір ағамен жұмыс жасағым келеді, чтобы концерттер қою үшін, халықтың алдына жеке өзім қайта оралып шығуым үшін. Енді әлі де жұмыс жасап жатырмыз, бірақ енді көп менде мәселелер болды. Мысалға Инстаграмды бұзып тастады, YouTube арнамды бұзып тастады. Соның кесірінен мысалға мен көп адамдар көрмей жатыр, осы бала жоғалып кетті деп. Бірақ енді мен бүткіл қазаққа осы сәтті пайдаланып айтқым келеді. Осы YouTube'та көріп отқан жандар мен YouTube арнама тіркелсе болады. Менің шығармашылығым сол жерде жүріп жатыр. Бүгін осы гастрольмен жүрміз Қайрат Қанат ағамызбен. Солай Өскеменге де келіп жатыр. Рахмет. Рахмет сізге де. Енді YouTube деп жатсыз, Instagram деп жатсыз. Енді құрметті достар, жаңағыда Мәкен айтты, Instagram'ы жазылып, YouTube-дан іздесеңіздер, жеке өзінің YouTube-ын, Instagram-ын табасыздар, Instagram-ын. Енді продюсер деп жатсыз ғой. Иә. Қазіргі таңда администратор да жоқ, жеке өзіңіз. Жоқ, мен администраторым бар енді. Оның еншілей ондай емес. Администраторларым бар, қасымда көмекші балалар бар. Бірақ енді олар қазір Ақтауда, бірақ енді Құдай қаласа Алматыға қоныс аударсам ба деген ойым бар. Алматыға барып үлкен творчествомен айналыссам, сондай мақсаттарым бар енді. Қолға бір алып дейсіз ғой. Иә, себебі деген Ақтауда қатты мүмкіндік жоқ, шынын айтқанда. Батыс пен оңтүстік арасы алыс. Иә, ол сірә ғой. Бірақ енді өнер ордасы Алматы ғой, жастардың қаласы. Алматыға барғым келеді, Алла қаласа. Мені қолдайтын көрермен болса, мен әрқашан жұмыс жасап, халықты қуантуға әрқашан дайынмын. Енді жақында ғана осы Әділет Жауқошевтың концертінде шығып, толқындастар ән айттыңыз. Сол кезде енді шығып, әзілдеп, Әділет бауырымыз айтып жатыр енді. Келесі концерт кімге береміз деген секілді. Гастрольмен енді. Өзіңіз жеке шығармашылық кеш беруге жалпы уақытта дайынсыз ба? Мен қазір жасым 25-те жалпы асыққан шайтанның ісі дейді ғой. Мен еш нәрсеге асыққым келмейді. Себебі мына өзіміздің алдыңғы буын Әбжаппар, Нұрболат ағаларымыздың өзі 30 жасына тақап республикаға концерт берді. Ол әңгіме деген біреуден ерте беріп, біреуден бұрын қимылдағандай емес, сапалы концерт бергенде халықтың шын алдында дұрыс әңгімеңді айтып, әндерің жақсы болуы, тек қана бір Аягөзбен, енді басқа да әндер бар ғой. Көп халық ойлайды, осы Аягөзді ғана айтады ма деп. Негізі мен 60-қа жуық әнім бар, оның барлығы хит болуы мүмкін емес. Құдай қаласа, Аягөзден кейін де енді жазып тырысып жатырмыз. Үлкен бір тағы да бір осылай қазаққа танылатындай үлкен ауқымды хит болса, сол әнмен, сол әннің буымен, сол әннің просмотрларымен осылай халықтың алдына шыққым келеді алдағы уақытта. Енді өзінде жасың 25-те деп olsun, қатарлас қодастарым бар, кіші жігіттері бар, жас әншілер, өнер. Қанша мен осы сұрақты үнемі қоямын да келген адамдарға. Енді еріктеп жүрген балалар бар. Бірақ оларда бір ән жоқ та, Құдайға шүкір, Аягөз бар ғой, Аягөз енді кейін 30-ға келді, 35-ке бәрі де тұман болып қалады да ол, қанша уақыт келсең де. Бірақ кейбір әншілерде қанша миллиондаған ақша салады, клип түсіреді, бірақ жоқтай, бармақтай не бергенше таудай талап бересің, бармақтай бақ берсін дейді ғой. Соларға бір ауыз өзің нені айтып берсең, осы уақытқа дейін көрген білгеніңді дегендей. Мен өзің қатарлас балалардың. Аягөзге дейін мына жас буындарға айтайын. Қазір әнші болып өсіп келе жатқан балаларға көп жігіттерден байқаймын, звезда болғысы келеді. Жұлдыз болғысы келеді, халықтың бір суретке түскен, сол танығанын қалайды, сондай бір өзімен өзі әртіс болып жүреді. Ондайға ешқашан асығудың қажеті жоқ. Себебі мен деген 21 жасымда бүткіл Қазақстанға танымал болдым. Ол танымал болу, ол менің танымалдылығым емес, ол әннің танымалдылығы, Аягөздің танымалдылығы. Осы бала айта ма деп, енді әлі күнге дейін, әлі осы 4-5 жыл өтті ма, осы уақытқа дейін, әлі күнге дейін, Өскеменде қанша адам көрді міне, 700 адам көрді ма, ол 700 адамға айтады. Тағыра историяға салып отыр, Инстаграмға салып отыр, сой таныласың. Бірден феномен болып танылу, ол өте қиын нәрсе. Жас келе жатқан жігіттерге айтарым, еңбектеніңіздер. Еңбек Алла тағала берекесін береді. Еңбек елеусіз қалмайды, оны қолдайтын, көтеретін халық бар.
сапалы ән жазу керек. Сосын мысалға қазір Садрадин хит болып жатыр мысалға, Тұрар хит болып жатыр мысалға, жас жігіттерден. Сол хит болып жатыр деп соның бағытындағы әндер жазып кетеді да. Садрадин болғысы келеді да. Жоқ, түсінемін, әркімнің өзінің дауысы бар, әркімнің өзінің дауысының краскасы бар деген сияқты. Садрадиннің әндері өте керемет мысалға. Ол бағытқа да еліктеп жүруге болады. Бірақ дәл сол жазған әнді қайталап басқаша қылып жазып керек емес. Біздің қазақтардың қателесетініміз сол да. Бір ән хит болып жатса, тура сондай ән жазамыз, бәрі сондай хит болады деп. Ол біріне өтіп кеткен нәрсе, ол екінші рет қайтып өтіп кете қоймайды. Сол айтарым, еңбек, конечно. Алла тағала барлығын береді. Алла 6 күнде мына әлемді жерді жаратқан Құдай, ол бізді елеусіз қалдырмайды ғой. Соны тек қана дұғамен, тек қана осылай халықтың батасына, ықыласына бөленсек, біз үшін, әртістер үшін қошеметтен артық ештеңе керек емес. Аягөз қайда барасыз енді Мәлік, Мәкен үшін, сіз үшін біз тағы да қоямыз. Топ 5 деген көрген шығарсыз, топ 5 әнші кім сіз үшін деп қойып жатады ғой рубрика. Біз енді оны қазақтың киелі 7 деп 7-ге көбейтіп, топ 7. Мен үшін ба? Қазақстандағыдан ба или әлемдік ба? Қазақстанда, эстрада. Қазақстан эстрада жұлдыздарынан. Топ 7-ге мен өзім Қайрат Нұртасқа еліктеп өстім. Қайрекеңді бірінші орынға қойдым. Қайрат Нұртас бірінші орынға. Екінші орынға Төреғали Төреәлі ағамды қойдым. Үшінші орынға Қуандық Рақым ағамды қойдым. Төртінші орынға өзім толқындастарымнан айтайын. Жандос Қаржаубай деген жездемді қойдым. Бесінші орынға Әділет Жауғашар деген бауырымды қойдым. Кеше концерт берді. Біз қазақ бір-біріміз қолдауымыз керек осылай. Біз всегда бір-бірімізге осылай мотивация беріп жүреміз. Алтыншы орынға өзімнің Ақтауда досым бар. Сұңғат Баймұратұлы деген бауырымды қойдым. Және қасымда бірге осы гастрольде жүрген менің жандай досым Қанайды қойдым. Қанай өте керемет, өте керемет талантты әнші. Маған үлкен мотивация берген жігіттердің бірі. Жаңағы эстрадник әнші болсам да, ол енді Қанайдың бағыты басқаша болса да, Ақтауға келіп, менімен дуэт жазып, мен сахнаға алып шығып, үлкен жерлерге көмектесіп, маған көп көмегін тигізген. Барша жігіттерге мен жалпы топ 7-мен қалған жоқпын. Мен барлық қазақтың әншілерін барлығын жақсы көремін. Әрқайсымыз керекпіз қазаққа. Аман болсын барлығы. Сіздерге де көп рахмет. Сізге де рахмет. Мәке, енді сізді көріп отырған танитын жандарға өзіңіз тілегіңіз. ютубтан, тиктоктан қарап отырған, сізді білетін, танитын, сіз үшін арнайы осы сұхбат көріп отырған адамдарға бір өз тілегіңіз. Осы мені ютубтан қазір көріп отырған, тамашалап отырған жандарға алғысым шексіз, бақытты болыңыздар. Отбасыларыңыз аман, денлеріңіз сау болсын. Ата-ананы әрқашан құрметтеп жүрейік. Себебі бақытта ол ата-ананы сыйлауыңа, ата-ананың разылығын алғаныңа да байланысты болып келеді. Сондықтан да жан-жағымыздағы бауырларымыз, жақындарымыз ренжітпейік. Қазақ еліміз аман болсын. Қазір әлемде неше түрлі жағдай болып жатыр. Тек қана соғыс болмасын, осылай бейбітшілік заманда той-тойлап, концерт көріп, қуанып, шаттанып, би билеп жүре берейік. Құрметті достар, сонымен бізбен бірге қонақта болған Мәлік Жамбылұлы, Аягөз қайда барасың? Рахмет Мәке сізге. Алла разы болсын. Аман болыңыз.